Hoş geldiniz. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Сізді көрмегелі біраз болды. Сізде барлығы жақсы деген ойдамын. Неге олай айттым? Себебі өте әдемі болып тұрсыз. Жарайды, оны уақытты кетірмей бастайық. Өткенде сіз айтқан едіңіз ғой, мойным ауырып жүр деп. Енді әрине мойныңыз ауырады, себебі шамамен почти 24-те 7 жұмыс істейсіз, шаршайсыз, компьютердің алдында отырасыз. Қазіргі заманда мойны ауырмайтын, белі ауырмайтын адам жоқ шығар. Жарайды. Так, сіз еркін отыра беріңіз. Ештеңеге алаңдамаңыз. Бәрі жақсы, бәрі күшті, өмір керемет. Барлық уайымды, жұмысты бәрін ұмытыңыз, жарай ма? Негізі біз адамдар осындай массажға келген кезде жұмысты ойлап отырамыз, үйді ойлап отырамыз. Сол дұрыс емес екен негізі. Қазір ой, айып етпеңіз. Мен өзім қазір қолымды жақсылап тазалап алайын. Мен өзім массаж десем де, маған да мойын массаж керек болып жүр. Мен де көп жұмыс істеймін. Сол жұмыстан қол тимейді. Міне, менде мынандай массажный май бар, массаж жасауға арналған. Қорықпаңыз, ешқандай аллергия бермейді. Барлық типке сәйкес келеді. Арнайы массаж жасауға арналған. Қазір сізге жасаймыз. Сіз көзіңізді жұмыңыз. Бәрін ұмытыңыз. Жарай ма? Қазір дайындап алайын. Қолымды салып жылытып алайын. Сіз ештеңе ойламаңыз. Қазір сізге көзіңізді жұмып еркін отырыңыз. Міне осылай арқаңызға жасайтын боламын. Қазір
қысып жібермесем. Сіз напряжение болып тұрған сияқтысыз деп. Еркін отырсаңыз. Сіз денеңізді қатты тырыстырып ұстап алғансыз. Айына бір рет осылай массаж алып тұру керексіз. Кез келген адам массаж алып тұру керек. Қазір массажсыз өмір сүре алмай қалдық. Кішкентай балаларды туа салып массаждың түр-түрін көріп жатыр. Қазір қолыма құйып жіберейін. Не жаңалық? Әңгіме айта отырыңыз. Өткенде шетелге барам деп едіңіз. Бара алдыңыз ба? Сіздер жақта күн жылы шығар. Бізде де жылып келе жатыр көктем болып. Сіз маған мән бермеңіз, иә. Мен осылай бір нәрсе істеген кезде өзіммен өзім сөйлеп отырам.
дене сіңіріп болып жатыр. Негізі осылай қатты басып істесем дұрыс сияқты. Сізге ауырып жатқан жоқ па? Ауырып жатса айтыңыз. Қазір жауындарыңызды деп беремін. Қазір жауыныңызды қатып тұр. Мен енді кәсіби массаж істемеспін ғой. Мен өзім жай осылай жақындарыма, таныстарыма істеп тұрамын. Енді сізді де ұзақ уақыттан бері танимын. Қазір мынандай массажға арналған креммен осы креммен сізге жауырыныңызға жағып бермесем, жауырыныңыз қатып тұр ма, бір тырысып тұр, жоқ әлде сіз тырыстырып тұрсыз ба? Түсіп отырыңыз, күзеп кетіп жатыр. Түсіп отырыңыз, қозғалмаңыз. Сіз қозғалсаңыз, мен қай жерге істегенімді ұмытып қаламын. Жауырыныңызды осылай басып басам. Да, бүйтеді. Мен кәдімгідей күш салып жатырмын. Сіз ауырсынбаңызшы. Бізді солай қатып қалған кезде солай болады. Ертең маған рахмет айтасыз. Келесі жолы ауырсыну болмайды. Келесі жолы жақсы көңіл күймен нежный қылып жасаймын, жарай ма?
жаз кофтаңызды киіп алыңыз, иә. Сосын денеңіз қызып күшті болып барасыз. Жарайды, тез киініп алыңыз. Қазір мен мына жерді жинастырып жіберейін. Сәлем. Қалай? Көріспегелі көп болды. Шаршап отырған сияқтысың. Қазір сенің шаршауыңды басамыз. Қазір міне шаштарыңды артқа жіберейік. Маған кедер жасамасын. Қазір мен саған бетіңе және шашыңа массаж жасап берем. Білем, жақында көктем келе жатыр. Сол себепті барлық адамды өзгеріс күтеді, ұйқыға тартады. Менде де солай болып жүр. Жарайды, көп созбай. Бастайық. Сен көзіңді жұмып еркін отыр. Барлық проблеманы ұмыт, жарай ма? Өзіңді тыныш, сергітетін әлемдемін деп елестет. Күйбең тіршілікті ұмыт. Қазір мен қолдарымды кішкене қыстыртып алайын. Алдымен қолмен массаж істегім келіп тұр. Массажерлар пайдаланамын. Жарайды, көзіңді жұмып отыр. Кішкене саған. Мен осылай біреудің бетін ұстасам, біреуге массаж десем, өзіме массаж істеп жатқандай балқып күшті сезімге бөленіп кетем. Күшті ғой, бетіңнің қан айналымы жүріп қалады.
массажермен лифтинг эффект жасап шығайық. Бүгін күшті бір концертке бардым мен. Концерттен соң тамақтанып кеш келдім. Сені күттіріп қойғаным ренжіме, иә. Аяқ астынан сондай пландар шығып қалды. Бетің қалай жұмсақ. Қазір мынандай массажерлермен бетіңе қан жүгіртіп шығайық. Бетіңе жүктер көтеріліп қалады. Қараш түсі қандай әдемі, менің сүйікті түсім. Жарайды, бірінші ауралармен кішкене маңдайыңды көтеріп шығайық. Так. Қызың әдемі болып қалған сияқты, әлде маған солай көрініп тұр ма? Так. Екінші жағын істеп жіберейін. Ауыртып жіберсем айт маған, иә. Енді мынау екінші жағымен, кішкентай жағымен қазір көзіңнің үстін көтерем, жарай ма? Кішкене батырып істеу керек. Бірден барлығын сауақты істемейін, ауырсын, кетерсін. Енді мынандай скребокпен сенің мұрныңның айналасын, көзіңнің астын және иегіңді істеп шығамын, иә. Қандай айналым жақсарады. Так, бірінші иектен бастайық. Қатты істеп жатсам айт. Сені көп сөйлеткім келіп тұрған жоқ. Толық расслабиться етсін деп. Так,
қазір тартылуы мүмкін, иә. Міне мұрнының жағын мына жағымен тоже тартуға болады. Бұл мұрынның жанындағы екі сызықты болдырмау үшін, бетті көтеру үшін. Қазір видно. Так, енді қазір шашыңа массаж істеп жіберейін. Бетті кішкене қалыпқа келтірдік. Так, сен теріс қарап жатқаның дұрыс болатын сияқты, иә. Яғни маған шашыңды бері қойып, сен өзің бетіңмен жат. Қазір шашқа басқа массаж жасағанда кедергі жасауы мүмкін. Жарайды, бастайын. Шашың қалыңдаған сияқты, түсі де әдемі, көлемінде барлығы әдемі. Біраз уход жасап жүрген сияқтысың, иә. Мен де шашыма ұзақ уақыт бойы қарамай кеттім. Маған да уход жасау керек. Саған мен шашым түсі ұнай ма? Так, басыңды қысып жүрмейін. Былай давить етіп. Сенің ойыңды бөлмейін деп. Бірақ қазір менің мына массажымнан кейін шашып алатын сияқтысың. Шашыңды кірлетіп жібердім. Так, қайтыр бір нәрсе көріп қалдым мына жерде. Шашыңда кішкене бөртпелер бар екен.
әдемі болып қалдың деп айтпай-ақ қояйын. Бетің бәрі қызарып кетті. Ештеңе етпейді, сәлден соң басылады. Зато қандай нағылма жақсарып қалды. Жарайды, көріскенше. Хабарласып тұр. Так, бетіңіз дайын болды. Пленканы алып тастадым. Енді бетіңізді тазалаймын. Қолдан келгенше барлық артық затты алып тастаймыз. Жарай ма? Қорықпаңыз. Аздап қана ауырады. Аздап қана. Бірақ қорықпаңыз, иә. Мен ауыртпауға тырысамын. Мынау маңдайыңыз толып қапты. Ауыртып жатқан жоқ па? Ауыртып жатса айтыңыз, келгеннен түсіремін. Сізде қатты проблема жоқ бетіңізде. Сол себепті қазір енді мына екінші жағыңызды істейін. Мен осылай өзім бір нәрсе істесем, өзім кайфына еніп кетем. Жұмысымды жақсы көрем. Бетіңіз осы бетіңіз маған қарап жатыңыз.
шақ 5 минут тыныштандыруымыз керек. Иісі өте әдемі. Жеңіл. Осылай 5 минут жата тұрамыз. Бес минуттан соң пилинг жасаймыз. Бетіңізге ылғал береді, ағартады бетіңізді. Бетіңіздегі әжімдерді аздап болсын көрсетпей, яғни бетке бір әдемі өң береді. Бізге массаж жасап қолымды қыздырып алайын. Иықтарыңыз екі жақ иығыңыз тырысып тұр, тұз жиналып қалған сияқты. Көп отырасыз ба? Отырған соң созылып. Бір орында ұзақ отырып қалуға болмайды. Мен сіздің жағдайыңызды өте қатты түсінемін, себебі мен өзім де барлық жұмысты көбінесе отырып істеймін ғой. Сол үшін сізді өте жақсы түсінемін. Бізде қанша минут алды? 2 минут қалыпты. Мен универсал адам болып кеткенмін, қолымнан бәрі келеді. Макияжды жасаймын, бетті салаймын, чистка жасаймын, мен косметологпын ғой. Массажды жасай аламын. Шугаринг. Барлық нәрсе жасай беремін. Мен даже психологияны да оқығанмын. Осындай аура тазалау, негативтен тазарту деген нәрсені де білемін. Маған тағы
келсеңіз болады. Көзіңізді аша беріңіз, қорықпаңыз. Мен сондай клиенттердің бәріне бұндай пилингтерді біз оптом аламыз, косметологтар. Сіз де алсаңыз болады өзіңіз, бірақ қымбатқа шығып кетуі мүмкін. Қазір мына бұның құрамында қышқылы әжептәуір болғандықтан оның көп қатты басып шықпаймыз. Слегка осылай ұрғылап жібереміз. Жақсы. Я тағы да 5 минут жатасыз. 5 минут. Мен сізді арасында тіптен ұзағырақ ұстап жатырмын. Көбірек уақыт болған жақсы. Сіз жата тұрыңыз, мен қазір клиенттерімді бір ретте жіберейін. Сіз маған тағы басқа процесске келесіз бе? Алдағы тамыз айында демалыс күндері бос болсаңыз, жұмыстан шыға алсаңыз келсеңіз болады. Себебі тамыз айында бізде кешенді, яғни комплексный деп айтады ғой, комплексный күтімге скидка басталады. Ол жерде бетке және арқаға массаж бар, қолға массаж бар, бетке чистка бар. Қарап жүрейін. Басқа парикмахерге кез келген процедура бар екен. Парикмахерге шаш қайтырсаңыз болады, шаш боятсаңыз болады. Өзіңіз білесіз, не істеткіңіз келсе де. Бұның барлығы 15 мың теңге болады.
жазыласыз ба? Сізге неге қазір ұсынып жатырмын? Себебі уақыт адам саны шектеулі, 10 адамды ғана қабылдаймыз. Және сол 10 адаммен комплексті жұмыс жүргіземіз. Қазір айта алмайсыз ба? Жарайды. Оғанда маған міндетті түрде алдын ала хабарласыңыз. Міндетті түрде, себебі кез келген уақытта біз қабылдай алмай қалуымыз мүмкін. Барлығы білесіз ғой, записпен. Бетіңіз ашып жатқан жоқ па? Барлығы жақсы ғой. Ұнап жатыр ғой. Жақсы, сізге ұнағанға қуаныштымын. Ожидание реальность болып қайтпасаңыз болды. Мен әрбір клиентім келіп кеткеннен кейін мен уайымдаймын. Оларға ұнады ма, жоқ па, көңілінен шықты ма, және ол ондағы уақытта қайта келе ме деген сияқты өте қатты уайымдаймын. Сол себепті де менің клиенттерім көп шығар деп ойлаймын. Бірақ қазір өзіме көп көңіл бөлу үшін, көп денсаулығыма көңіл бөлу үшін көп жұмыс істемеймін. Жасым ұлғайған сайын денсаулықтың қадірін білдім. Күні бойы осылай тігінен отырып адамдармен жұмыс істеп оларға энергиям кетеді. Және ол энергияны восстановить ету өте қиын. Жарайды, уақыт болды, бетіңізді тазалайық. Бетіңіз жылтырап қалды, өте күшті болып қалды. Қазір көресіз, орныңызда тұрғаннан кейін көресіз. 1 минут. Сіз қазір үйге барам дегенше далада қанша нәрсе бар, жел бар, күн бар дегендей. Сол себепті бетіңізге SPF жағып беремін. Үйде де барлық жерде SPF жағып жүріңіз. You are so beautiful. I love your skin. I love your eyes. The color of your eyes. Я кейде осылай комплимент айтқанда ағылшынша айтатын бар. Сондай привычка болып. Жарайды, орныңыздан тұрып, ана отырған айнаға көрсеңіз болады. Қоя тұрыңыз, басыңыздағын шешіп тастайық.
шашыңызды қыстырғышты да айнаға қарасаңыз болады. ұнады ма сізге? Енді сіз ең оңай түрін таңдадыңыз. Чистканың баста бетіңізді соған үйрете алу керек. Алдағы уақытта басқа да пилингтерді біз іске қосамыз. Басқа да процесстерді қосамыз. Менің кішкене жүрегім қысылып кетеді осындай перчатка кисем. Сол үшін сразу шешіп тастауға асығып жатырмын. Жарайды, сізге де рахмет. Сіз ақшасын шыққан кезде администратор қызға жасайсыз. Предоплата жасадыңыз ғой? Жақсы. Қалған суммасын солай жасап кетесіз. Көріскеніме қуаныштымын, танысқаныма қуаныштымын. Қайта көрісеміз деген ойдамын. Аман болыңыз. Әрдайым құлпырып жүріңіз. Жақсы, сау болыңыз. Так, олай болса бастайын. Алдымен денеңді. Артық жерін алып тастайын. Еш уайымсыз жата бер. Так, мынамға бекерге жасап. Бұл саған общий массаж болады. Бетіңнен бастап төмен қарай, мойныңа, арқаңа жасап берем, жарай ма? Бетке әдейі крем алып тұрмын. Өйткені бетке май жақсан, ол кетуі қиын болып қалады. Және бетке көп істемеймін, қорықпа. Өйткені бет кішкене проблемный нәрсе. Бетіңе жаңа бір нәрселер шығып кетуі мүмкін, жарай ма? Сол үшін аздап осылай жалпы бір лифтинг эффект ретінде бетті қан айналымын жақсартатын. Істеп берейін. Ары қарай, төмен қарай жылжимыз. Бетің уход жасап жүрсің бе? Бетің қара точка көбейіп кеткен сияқты. Сол үшін де саған көп тиіспеймін бетіңе, жарай ма? Оны косметологтарға барып көрсең болады, немесе маған кел, арнайы бөлек бір күн, ол үшін бірінші чистка жасауымыз керек, жарай ма? Қазір сенің бетің толып тұр ғой. Артық заттарға толып тұр. Мен оның үстіне массаж істесем, креммен массаж істесем, одан сайын толтырып тастайды. Сол себепті
сол себепті қатты тиіспейміз. Қазір қолымды тазалап жіберейін. Ары қарай маймен жұмыс істейміз. Сол жақсы. Қазір мынаны сеуіп жіберейін саған. Артық микробты нәрселер болса кетіріп тастаймын. Так, менде 2 массажный крем бар, білесің ғой. Алдында саған жағып беріп едім ғой. Қайсымен жасайын? Так, мына жерде аздап қыздырады бұл. Мұнда қыздыру эффект жоқ. Бұл жалпы барлық кожаға арналған. Жарайды, мынамен жасай берейін, иә. Кожаң артық раздражение болып кетіп жүрмесе болды. Ұзаққа жетті. Осы. Тақты алып қоям кейін. Так. Ой. Кешір, мына бір киіміңе тиіп кеткен жоқ па? Мен осындай нәрселерді ескеген жақсы көремін. Осындай бір әдетім бар. Барлығын есін көремін. Так. Қазір тақты аздап аз болып қалған сияқты. Әдейі қолмен жасайын деп тұрмын, себебі негізі перчаткамен істейтін едім. Бірақ перчатка қолдың энергиясын бермейді. Менің қолымның энергиясы өте керемет. Барлығы мақтайды. Еркін жат. Сен аздап тырысып тұрған сияқтысың, қорықпа, мен ауыртпаймын ешқандай. Еркін жат. Не жаңалық болып жатыр, әңгімеңді айта бер. Жаз бітіп жатыр. Жазда не бітірдің? Айтпақшы, қайда қыдырдың? Балқашқа бардың ба? Алакөлге бардың ба? Жоқ әлде Бурабайға бардың ба? Мүмкін Баянауылға барған шығарсың. Жоқ әлде Семейге бардың ба? Шығысқа бардың ба? Шығысқа барсан, мен саған ренжимін. Менсіз бардың деп ренжимін. Рас еді. Себебі шығысқа барғым келіп жүр. Ол жақтың тыныс
тіршілігімен танысқым келеді. Онда менің бір құрбым бар. Тағы да сен сияқты сол үнемі айтады, қонаққа кел деп айтады. Бірақ заты түспей жүр ешқандай. Қысып жатыр. Маймен жасаған өте жақсы, себебі креммен жасасаң крем сіңіп кетеді де қайтадан жағу керек болады. Оны жаққан сайын саған тиімсіз. Саған ыңғайлы болып тұр ма барлығы? Аяғының барлығы дұрыс па? Бір қысылып отырған сияқтысың. Еш қысылма. Еркін ұста. Егер еркін ұстамасаң, өзіңді қысылып отырсаң, онда денең еркіндік сезінбесе, онда массаж түк пайдасы болмайды, білесің бе? Сол үшін барлығын ұмытып еркін отыра бер. Жаңағы мен айтқандардың ішінде қайда бардың? Жоқ, әлде шетелге бардың ба? Шетелге барсан, оны айт. Тіптен қуанышты боламын шетелге шықсам. Жоқ, әлде өміріміздің бәрі жұмыс деп жұмыс істедім ба жаз бойы? Енді екеуміз білесің ба, соңғы рет майда кездестік-ау деймін. Жоқ, апрельде кездестік. Тіптен жақын тұрсақ та бір-бірімізбен кездесуде бір қиын. Жарайды, енді сен басқа қалада тұрасың. Мұнда тек жұмыс бабымен келген кезде әйтеуір кездесу болады. Ал жалпы біз үшін ол жақсы сияқты. Кейбір адамдар бір қалада тұрса да айтпақта Джелон концерт туралы сұрап едім жаңа басында. Массажды айтып беремін деген. Концерті өте күшті өтті. Бағасы 40 мыңға шықты. Білесің ғой, концерттерді жақсы көремін. Басқа нәрсе істемесем де концертке барам. Яғни зат сатып алмасам да дегенім ғой. Қазір 2 сағаттай болды концерт. Қысып ауырып тұрған жоқ па? Ауырып тұрса айт. 2 сағат болды концерт. Күшті киініп бардым әйтеуір. Басқасы ұнамаса да маған сол киініп барған, яғни образым өте қатты ұнады. Арнайы дайындалып киім сатып алдым. Білесің ғой, мен қай қала болсын, маған ұнайтын концерт болатын болса, мен барамын. Уақыт тауып, ақша тауып, самолетпен болсын барамын. Мен үшін оның бәрі естеліктер. Біреулер iPhone сатып алып, немесе алтын сатып алып жатса, мен
мен ондай ақшаны саяхатқа, осындай жылы эмоцияларға, естен кетпейтін қызықты сәттерге жұмсаған жазып көремін. Енді ол менің ол өмір сүру стилім. Ешкімге оны міндеттемеймін, менікі дұрыс демеймін, басқаныкі дұрыс емес демеймін, ешкімді осуждать етпеймін. Білесің бе, жеңіл өмір сүргің келсе, ешкімді осуждать етпеу керек. Мынау неге бұлай деген мүлдем болмайды. Ойбай, Джело неге бұлай келген, анау, оның бәрі артық әңгіме. Енді мүмкін сен де солай ойлаған шығарсың, адамдар ақымақ па соған бәрі. Бір нәрсе ұшып жүрген сияқты. Адамдар ақымақ па, соған ақша кетіріп деп. Бірақ ойлашы, әлемде, Америкада әлемге танымал адам Қазақстанға келіп тұр. Адамдар ондай концерттерге, оны көру үшін шетелге барады, арнайы ақшасын жұмсап, ал ол Қазақстанға келіп тұр, бір емес екі қалаға. Ол деген сөз өте үлкен мүмкіндік. Адам жұмыс істейді ғой, жұмыс деген соң. Жұмысты адам не үшін істейді? Міндетті түрде тамақ үшін, болмаса бала шаға асырау үшін емес. Сен жұмыс істегеннен кейін сол жұмысыңа лайықты демала білуің керек. Және бұл менің солай демаламын. Концертке бару арқылы демаламын. Біреу баняға барып демалады, біреу бассейнге барып демалады, біреу спортпен айналысып фитнесқа барып демалады. Так, арқаңды осылай жауырыныңды. Сол сияқты болды бір демалыстар. Қалай өткен бәрін тиктоктан, инстаграмнан көріп жүрген шығарсың, ютубтан. Дәл солай. Бірақ мен саған бір нәрсені айтайын. Интернеттегі фото видеоларды қарасаң, ол жерден мүлде атмосферасы сезіне алмайсың. Шынайы өмірде оның атмосферасы айта алмаймын енді. Арқаңда бір бөртпелер бар,
ішеміз бірге. Тамақ дайындап қойдым. Мясо по-тайски.